Әр қыз баласы өміріндегі ең маңызды күні ақ көйлек киіп қалыңдық болған сәтін қиялында көз алдына келтіріп армандайтыны анық емес пе? Бұл күнде келіп жетті делік. Ақ көйлекпен бірге қалыңдық макияжы үйлесім табуы тиіс емес пе? Олай болса, той макияжы қандай болуы тиіс? Сұлулық әлемде биыл қандай бояу трендтері бар? Шырайлы майдарынан көріңіз. Қайырлы таң көрермен, бүгінгі біздің кезекте жасалатын макияжымыз қалыңдыққа арналған макияж. Әдеттегідей бірінші бетін тазалап аламыз. Келесі кезекте біз беті ылғалдандырып тұру үшін арнайы база жағып аламыз. Қимылымыздың барлығын кисточкамен жасаймыз. Келесі кезекте біз қасын бояп аламыз. Қасын аяқ жақтан бастап бояймыз. Қасын, көзін бірінші бояп аламыз. Тоналдық кремді жақпай тұрып, себебі бетіне тендердің ізі түсуі мүмкін. Қасының астын міндетті түрде консилермен сызып шығамыз. Көзге арналған базаны жағамыз. Көзін бастаған кезде қасының астына хайлайтер жағып аламыз. Одан кейін ашық қоңыр түсті теннен бастаймыз. Адамның көзінде сүйегі болады. Сүйегіне дейін кішкене көтеріп, түстерді үйлестіре бастаймыз. Түсіміздің үстінен қатты қоңыр түспен басамыз. Көздің сыртқы және де ішкі жағы деген болады. Сыртқы жағын біз қатты қоңыр түстермен бояймыз, алды жағын ақшыл түсті тендермен бояймыз. Әдемі көзіне үйлесімді болу үшін біз саусағымызбен көздің алды жағына ақшыл тенді жағамыз. Кішкене қара тенімізден көзімізге үйлестіріп отырып, сыртқы жағына көздің қара тен қосамыз кішкене. Көздің алды жағына кішкене ақ тенімізден қосамыз. Көздің астын міндетті түрде бояймыз. Қаялын ақ карандашпен бояймыз. Кішкене жылтыр тен қосамыз. Бұл макияжда міндетті түрде кірпік жабыстырамыз. Кірпік жабыстырғанның да өзінің бір техникасы болады. Ол кезде біз линияларға бөліп отырып жабыстырамыз. Келесі кезегімізде біз тоналдық кремді жағып бастаймыз. Тоналдық кремді астынан бастап жоғары қарай көтеріп отырып жағамыз. Арнайы консилер жағатын Beauty Blender деп аталатын біздің губкамызбен жағып шығамыз бетіне. Қоңыр сұйық консилерімізді біз бетімізде көлеңке түсіп тұрған жерге, яғни беттегі сүйектің астына қарай үйлестіріп отырып жағамыз. Біз бетімізге опа жағамыз. Опа бетімізді бір тегіс етіп, бетіміздегі жылтырларды алып тастайды тоналдық кремнен қалған. Құрғақ корректорымызды жағамыз. Міндетті түрде бетімізге хайлайтер жағамыз. Бұл бізге макияжымызды балғын етіп көрсетуге көмектеседі. Румяна қосамыз. Румяна біздің бетіміздің алды жағындағы алмасы деп аталады, соның үстіне жағады. Ерінге контур сызу үшін карандаш жағып аламыз. Бұл бізге ерінді кішкене үлкенірек қылып көрсетеді. Біз далап жаққан кезде екі түсті үйлестіріп отырып жақсақ болады. Бұл жерге ерінге де кисточкамен жағамыз. Жеке гигиена бар дегендей. Міне көрермен, осымен біздің макияжымыз аяқталды. Әр қалыңдық өзінің күнінде ерекше әдемі болуға лайық.